Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен сіз бұрын соңды көрмеген ерекше мохитоның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен достар, менің YouTube арнама тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Бізге осындай қауын немесе әңгелек дейма, осындай қауын қажет болады. Ішіндегі дәннен тазартып аламыз. Және де осындай құралдың көмегімен сондай бөлікшелер жасап аламыз. Және де қарбыз қажет болады. Қарбызды да бөліп, менде осындай мороженое алатын құралды пайдаландым. Осылай дөңгелекше етіп жасап дайындап алдым. Енді тағы да қосымша кез келген жидектің түрін пайдалансаңыздар болады. Мен осындай шені пайдаландым. Жүзім, басқа да малина, кез келген құлпынайдың түрін пайдалансаңыздар болады. Енді ыдысымызға барлығын жаймендеп жайғастырып алатын боламыз. Қарбызды және қауынды ең соңынан шиемізді салып алдым. Үстінен 1 литр спрайтты құйып аласыздар. Спрайт немесе сарыағаш кез келген газ алған тәтті сусынды пайдалансаңыздар болады. Енді достар, кез келген дастарханыңыздың сәнін, көркін кіргізетін ерекше осындай мохитоны міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес ететін боламын. Сондай дәмді, ерекше газ алған сусынмен қоса, мына қауын мен дарбыз өздерінің сөлін, дәмін беріп, ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.